Бердібек Соқпақбаев, Аяжанның жалғасы. Иә, бір-біріне ұқсайды. Ата, анау таудың ар жағында не бар? Не болушы еді? Біз секілді ел бар, сәулем. Колхоз бар, колхоздың жайылып жүрген малы, жайқалып өскен астығы бар. Астық деген, ата, ол бидай ғой, ә? Астық деп арпа, бидай, жүгері, тарының бәрін жалпы атайды. Ата, астық қалай өседі? Кинодағыдай болып өсе ме? Сарыбай қария бала құсап рахаттанып күлді. Сен, шыбыным, әлі күнге дейін астықтың қалай өсетінін көрмеген екенсің ғой. Көргем, кинодан талай көргем. Кинодан көрген болам екен. Енді қалада астық жоқ қой. Олай болса, шыбыным, мен сені егіс даласына алып барып көрсетейін бәрін. Күнде жеп жүрген наныңның қайдан шығатынын білмеуің жарамайды ғой. Ататай, апаршы, қашан апарасың? Жұмыс аз болса, мен бүгін ертерек келейін, содан соң апарамын. Жұмыстан Сарекең сағат 4 шамасында қайтып келді. Айжан қашан егіс даласына көргенше асық болып тыпыршып күткен еді. Ата, егіске барамыз ба? Деп қолын шапалақтап секірді. Барамыз. Сарыбай қария қорадан 3 дөңгелекті мықты күрең мотоциклін алып шықты. Мұны оған былтыр колхоз ұзақ жылғы үздік еңбегі үшін сыйға берген. Келгелі бері Аяжанның Сарекең бұл мотоциклмен ертең кеш ауыл арасында талай зырлап сейілдеткен. Аяжанмен қоса Зәуре Нұрдәулет те, ата, мен де барамын, ата, мен де барамын деп лап қоя жүгірсін. Жә, таласпаңдар, әрқайсың өз орындарыңа отырыңдар. Аяжан мен Зәуре қатарласып қорапқа отырды да Нұрдәулет әкесінің арт жағына ершікке мінді. Қуатты мотоцикл жұлқына тартып жөнеп берді. Артық арна кездескенде кілт баяулай қалады да тегіс жерде көзден жасты парлатып көсіле зырлайды. Аяжан қуанышты алдан тұрған желді көзі жыпылық етіп атасының жүзіне сүйсіне масаттанып қарайды. Сарекең шаң кірмесі үшін көзіне жабық көзәйнек киіп алған. Сұр қалпағының етегі желмен желпіп етіп, өзінше ол да қуанғандай болады. Көпірден өтісімен Сарекең суды жағалап оңға қарай бұрылды. Бұл араның жолы тас жол емес, жай қара жол. Бірақ теп-тегіс, жұп-жұмсақ. Жауын шашынсыз кезде жүріске тас жолда да жайлы. Өзенді бойлап ирелеңдеп шығысқа қарай тартып келеді. Сол жүрген соң-ақ сол жақ қапталда қоғадай жайқалған бітік егін басталды. Масағы керек қарыс бидай болатын. Шеті-шегі көрінбейді. Сарыбай қария жолдан жалт бұрылып мотоциклді егістің тап іргесіне тақап әкеп тоқтатты. Балалар жерге секіріп түсті. Ата, осы ма астық деген? Иә, бұл бидай, деді Сарекең. Ой, қандай биік. Ата, қарашы, менің бойыммен бірдей екен, деді Аяжан. Жасырынбақ ойнауға жақсы екен деп Нұрдәулет астықтың арасына қойып кеп кетті. Тәйт, таптама, деп Сарекең оны ақырып қуып шықты. Ата, мұның бидайы қай жерінде? Сарекең бір тал масақты үзіп алып, уқалап үрлеп жіберіп еді, маржандай болып қып-қызыл дән шыға келді. Ой, ата, кәдімгі бидай. Иә, бидай, сенің күнде жеп жүрген аппақ наның осы бидайдың наны. Нанды бидайдан пісіре ме екен? Ұннан пісірмей ме? Ал ұн қайдан пайда болады? Білмеймін, білмесең оны да көресің. Бұлар әрмен қарай жөнелді. Бір кезде әлгі егіс бітіп, басқа бір егіс басталды. Бұл
қылтығы аппақ болып қуарған тез пісіретін арпа еді. Өзі жүретін комбайн жаңадан ора бастаған екен. Сарекең мотоциклді аңыздың жиегіне тоқтатты да үйдей болып гүрілдеп сақ-сақ етіп келе жатқан зор машинаны Аяжанға анау комбайн деп көрсетті. Комбайн деген осындай болады деп Зәуре де пысықсып жатыр. Ал уақыт бақылаусыз қалғанына оның мұрны тәртіптен шыға бастаған екен. Сыңбір, сүрт мұрныңды, деді Аяжан. Әңгімеге бекер араласқан екем деп өкініп, Зәуре теріс қарап кетті. Таяған сайын комбайнның даусы зорая түсті. Жайқалған егіннің шетінен таспадай тіліп, жым-жылыс қылып көмейіне салып келеді. Күн нұрымен шағылған маржан дәп шанаққа саусай құйылады. Комбайнды алпамсайды қара мұрт адам жүргізіп келеді. Ал ең үсті шанақтың қасында омырауы аңқиып, кепкасы қалқиған бір бала тұр. Аяжан оның Ораз екенін енді ғана байқап дауыстап жіберді. Ораз. Ораз оған ақсия күлімсіреп жауап қатты. Комбайнның ізімен анандай жерде жайлап басып, малаяқ ілесіп келеді. Сареке, салам алейкум. Бұ не мотоцикліңізге балаларды тиеп алып, егін аралап жүргеніңіз, деді комбайншы жігіт агрегатты тоқтатып, моторды кілт өшірді. Мынау Аяжан деген Алматыдан келген қонағым еді. Соның колхоз тіршілігін көріп, біліп қайтсын деп аралап жүргенім. Бәрекелді, дұрыс істейсіз. Сареке, қаланың кейбір балалары нанды ағаштың бұтағында алма тәрізді салбырап өсіп тұрады деп ойлайтын көрінеді. Соларға ұқсап жүрмесін. Нан жарықтықтың қаншалық ауыр еңбекпен табылатынын білсін деп комбайншы. Ол машинадан түсіп Сарекеңнің қасына келді. Екеуі шылым шегіп әңгімелесіп тұрғанда комбайн балалардың еркіне тиіп қалды. Ораз Аяжанға анау анандай, мынау мынандай деп түсіндіріп жатыр. Ол оны комбайнның үстіне алып шықты. Қандай биік, деді Аяжан. Сен құлаймын деп қорықпайсың ба? Комбайн шайқалғанда мына темірден бүйтіп ұстап тұруға болады. Ораз, сен мұнда қашан кеп қалдың? Әлгінде ғана келдім. Папама папирус сіріңке әкеліп бердім. Ол сенің папаң ба? Деп Аяжан жердегі комбайншыны нұсқады. Иә, қара мұрт пен Оразға кезек қарап, Аяжан ішінен иә, бір-біріне ұқсайды, дейді. Жалғасы. Қырмандағы кездесу. Ораз ауылға Аяжандармен бірге қайтты. Мотоцикл қорабының арт жағында бекітілген запас дөңгелектің үстіне соңынан екі елі қалмайтын малаяғын құшақтап, шоқиып отырып алды. Құлап қалмайсың ба, деді Аяжан қамқор үнмен. Құламаймын. Нұрдәулетпен араздығы әлі бітпегендей, малаяқ ол бетіне қараса, ырыр деп айбат шегіп қояды. Жат. Сарекең бөктер жолмен зырлап қырманға келді. Аяжан бұны да көрсін деген еді. Төбесі шифермен биік етіп шатырлап жабылған жабық қырман. Адамнан машина көп, қарбалас екен. Астық тазалайтын екі машина қабатынан гүрсілдеп жұмыс істеп тұр. Маржандай болып тазарып шыққан астық білектерін сыбанып, алға 4-5 әйел қаптап тізіп қойып жатыр. Ассалаум алейкум, Сареке. Сареке, сәлеметсіз бе? Қош келіпсіз, Сареке, деп көргендердің барлығы Сарбай қарияға құрметпен сәлем береді. Аяжан мен Ораз қолдасып алып қырман аралап жүреді. Кенет құлақтарына әлдекімнің қылғынып, Ораз, ей Ораз деген үні келді. Ораз төңірегіне қарап, кім екенін біле алмады. Ораз деймін,
бері қара. Әуелі Аяжан байқады дауыстың иесін. Қырманның шетіне таман тұрған су жаңа көк Волганың ішінде мойны қылқиған терезеден біреу қарап отыр. Велосипед жетелеген әнеукүнгі Меліс дейтін бала. Милығына түскен фуражкасы бар қазірде басында. Көзі жаутаң-жаутаң етіп, «Ей, Ораз, бері кел» деп шақырады. Өзі машинаның ішіне жабысып қалып, қозғала алмай отырған адам тәрізді. Ораз бен Аяжан Меліске жақындап келді. «Неғып жүрсің мұнда?» деп сұрады Ораз. «Папаммен бірге қырман аралап жүрмін. Мелістің самайынан тарам-тарам болып тері ағып кетіпті. Соны өзі сезбейтін секілді. Мына ыстық күнде қабат-қабат киініп, қапас машинаның ішінде булығып отыр». Аяжан оған жирене қарап үнсіз тұрды. «Ораз, сен неғып келдің?» «Папама темекі, сіріңке әкеліп бердім». «Енді үйге қайтасың ба?» «Қайтам». Меліс Оразға машинаның артқы орындығын нұсқап, «Отыр мында, мен сені апарып тастайын» деді. Машинаның иесі дәл бір өзі секілді. «Апарып тастайық, немесе папам апарып тастасын» демейді. «Апарып тастайын» дейді. Мелістің мақтаншақ мінезі Аяжанды одан әрмен жирендірді. Ораз басын шайқап, «Біздің еліміздің мотоцикліміз бар, өзіміздің мотоцикліміз бар» деді. Аяжанға бұл жауап әбден ұнады. «Туф, мотоциклмен тепеңдеп шаң жұтып барғанша машинамен зыр етіп қалмайсың ба? Өзің-ақ зыр ете қал». Бері таман шыққан соң Аяжан, «Ораз, осы баланы мен жек көрем, өзі сондай сүйкімсіз» деді. «Мен де жек көремін» деді.